Құрметті студенттер, мен Авиценна көпсалалы медициналық колледжінің мейірбике ісі және стоматология кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеймін. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз стоматологиялық бөлмелерді ұйымдастыру және жабдықтау. Әрбір кресло үшін стоматолог кабинеттің көлемі 14 метр квадрат болу керек. Біз бүгін Жаңға Шипа емханасында сабақты өтеміз. Мұнау терапиялық стоматология кабинеті. Бұл кабинетте екі науқасқа орын дайындалған. Құрметті студенттер, осы бөлме хирургиялық стоматология бөлмесі. Бұл жерге хирургиялық науқастарды қабылдайды. Келген науқасты мейірбике мына орындыққа отырғызады. Науқасқа арналған орындыққа. Науқасты қабылдау үшін тіс дәрігері бірінші қол жуудан бастайды. Қолын ағар суда жуып, мына жерде сұйық сабынды қолданады және қолын құрғату үшін қағаз салфетканы қолданып, мынау А класс ящигіне тастайды. Бұл А класс, мына жерде Б класс ящигі, бұл қанмен істетілген материалдарды тастау үшін. Ал мына жерге дәрігер қолын дезинфекциялау қондырғысы орнатылған. Одан кейін келген науқасты науқасқа арналған орындыққа отырғызады және тексеру құралы бір машина орналасқан. Мына жаққа қарай мынау дәрігердің отыратын орындығы және науқасқа қолданатын медикаменттерді сақтайтын шкаф орналасқан. Науқасты қабылдау үшін стерилденген құралдарды қолдану керек. Кептірілген аспапты біз мына сухожаровой шкафқа салып, 180 градуста 1 сағатқа стерилдейміз. Стерилденген аспапты біз стерилизатордан алып, бикске салып, мына шкафқа әкеп саламыз. Бұл шкафта ашылмаған жағдайда аспаптар 1 аптаға сақтау мүмкін. Егер ашылған жағдайда біз 3 күнге сақтаймыз. Құрметті білім алушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге осы құрал жабдықтарды залалсыздандыру тақырыбын үйреніп келіңіздер.